Бұл полиция қызметкері. Майшадан түсіңізде машинаңызды менің атыма аударып беріңіз. Рахмет. Жол ережесін бұзбаймыз. Себебі қазір адамдардың басым көпшілігі осы жол ережесінен қаза табады екен, статистикаға сүйенсек. Жол береміз, жол. Нормально киініп алыппын да. Базар жоқ. Братан, не тамақ істеп жатсыңдар? Кет. Мына оқ өтпейтін майка киіп алған жігіттің артынан еріп жүру керек екен бізге. Айналайын қарындасым-ау. Неменеге темекі шегіп тұрсың сен? Қытайдың қара домалақ қыз емессің бе, ертең біреуге келін болып түсесің. Шай құйған кезде қолына темекі сасып тұрса жақсы ма саған? Не деген көргенсіз, тәрбиесізсің сен, а? Номеріңді бола ма сен? Сейміз қатын. Братан, жұмыстарға сәттілік тілеймін. Эй, Дзюмей, қалайсың балақай? Джеки, екеуміздің сөйлескенімізге ата-анам қарсы. Сенің ата-анаң мені танымайды да ғой. Ал егер ата-анаңмен танысса, мені жақсы көретін болады. Ей, сілімтік, мен сені бөлшектеп тастаймын. Қыздың бас тартқанын еркекші қабылда. Ал мен қазір полиция шақырамын. Ал саған ешкім сөз берген жоқ, сайқал. Менің қызымен олай сөйлеспей жексұрын. Кім болсаңдар да маған бәрібір, досымнан қолдарын тартыңдар. Мынау ма сенің досың, қазір мен оның сазайын берем. Жігіттер. Тыныш жігіттер. Жігіттер, сабыр сақтаңдар. Мен қалай төбелесетінді есіме түсіріп алайын. Азамат, қалай төбелесетінен ойлан. Бұл сендерге хана. Братишка, апперкот туралы естіппің? Брюс Лидің киноларын бекерден бекер көрмеппін ғой. Апана, қалай кетті? Кимина сияқты текпенсің ғой. Арттан итеру жоғынан. Гүл пүлімен бірге қопар жүргенсің. Кеш тақырбас. Тақырбастардан ақ басын бәле қалды осы. Опана. Дану. Давай. Come on, fuck up. Жабылмаңдар. Битеміз жігіттер. Басың жерге тығып жетейін ба нахуй. Қазір мен сенің басыңды мынаның көтіне тық қоям. Ал сенің көтіңді ағашқа іліп қоям. Ал сені, девушка, мынан бәрі біткесін өзімен бірге алып кетем. Бергеші, сен Қайрат Нұртастың фанаты. Басың дұрайын сен. Опа. Бергел. Так, мен сені... Сен мына жақта демала тұр шамалы. Ал сен... Бергел. Солың астына мышық болып жата тұр кішкене. Кел, саған да сеприма массаж, кел. Кел ал. Бергел, массаж сеп берейін саған. Чо, қалай жақсы демалып отырсыңдар ма? Апперкот от Конора Макгрегора. Сен уверенсің ма маған вызып тастауға? Сен жолдас балдарың жерде демалып жатыр ғой почти. Қасына қосылып ұйықтағың келмей ма сенің де? Енді сенің джинсың менікі. Жігіттер, мен түсінем, әңгімелерің ұзақ, әңгіме айтқыларың келеді, бірақ мен ішім пысты. Да? Мен төбелескім келіп тұр осы кезде. Ой, рахмет, брат, менің арман тілегімді орындағаның үшін. Түсінгенім бойынша осы 3
бейшарамен төбелесем ғой да. Опа! Контратака туралы естіспең, братишка. Опа! Оп! Давай, нападай. Жаңс. Давай, братишка, сен кезегің. Опа! Ең сен кезең, братишка. Опа! Ең сен кезең, братишка. Кезекпен. Давай, басында құлдықтың жүні бар жігіт. Ұйықтай қой жаным. Ертеде бір өте әділетті полиция қызметкері болыпты. Оның есімі Азамат. Жұмысының жақсы көргені соншалық. Өте сондай болыпты. Ол өткен кеткен адамдарға жол көрсетіп көмектесетін болған екен. Так, жігітім, сен соңғы рет кешірем. Осыдан кейін мен көзіме түсетін болсаң, протокол толтыратын болам, хорошо? Қайда барамыз, братишка? Машаның артында жай қуып баратыр ма? Хорошо. Работает полиция. Брат, сары футболка киіп алған жігітті көрдің ба? Все, хорошо, рахмет. Бала шағаң рахатын көр. Брат, сары кір-кір футболка киген жігітті көрдің ба? Ана жақта? О, рахмет, брат. 4 бала сүй. Бірақ Қытайда 3 баладан артық туға болмайды екен ғой. Қанеке, тоқта. Тоқта, Қанеке. Ойбай, қателесіп кеттім. Кешір, қарындасым. Мен нан ұстауым керек екен ғой. Аха. Біреу тұтқындалды. Енді екінші керек бізге. Все, рахмет. Жол. Қайта ренжімеңіз, қайдыр қартасым. Мында кел. Байлы бұл мартын қуып жетіп аладым, білесің ба да? Өткені бұл ойын сценарий сондай ғой. Кана? Қара жорға болмаса бейдің. Жүр кеттік. Түнгі 11-ден кейін жүргенің үшін, жасың 18-ге толмағаның үшін участковыйға барасың. Ата-анаңа хабарлас келсін. Маған сен есінеген ұнаған жоқ. Тұтқындалдың. Маған бір көженің дәмі ұнаған жоқ маған. Сені де тұтқындаймыз бүгін. Көже сатам, көже сатам, және де бір қыз сатамын, 24 жасқа толған. Давай, девушка, садикте үйреткен бейіңді биле. Кәнеге. Опа! Опана! 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 Кеттік, ұмыт кеттік бұл сен. Құршы айық түскен жоқ маған әлі. Руслана, давай ақша гани. Бұл айтпесе қазір мына ноутбуктың арасына басыңды қысып сәйм. Сосын сенің барлығы. Анан қара, ноутбук келе жатыр деп айтады. Өтіп кетейін, Бай тұр шляпа. Көмектесейін ба? Алматы асып баратқан жігіт? Көмектесейін ба? Маған қазір 1850 теңге төлемесең, Русланға айтып берем. Жүрме сені ауылдағы мама папаңмен сөйлестірейін. Жігітің саған көмектесе алмай қалды крышалары. Может, ақшаны шығарарсың? От души. Вот осылай жұмыс істеген маған ұнайды. Да, крышаларын шақырып атсың ба, не? Бір кел. Опа! Давай, родной. Апперкот. Земен, красава, нормально. Сенің крышаларын көмектесе алмай қалды, сондықтан да
көтіңді қыста маған аптасынан бері отыратын ақшаңды қалтама салсай. Міне, енді вот міне, енді адамша сөйлестік, красавчик. О, бәрекелді. Жігіттер, бұл менің клиентім. Так что... Байтыр, жол. Опа-на, қалай кетті? Ей! Опа. Оп. Су ішіп жамал кішкене. Шөлдеген шығарсың. Жүр, мен саған қазір бір подарок көрсетем. Опа. Енді сен адам сатасың бүгіннен бастап. Бергелей. О! Брат, көмегім керек емесе пакетін ұстайын ба? Ролигімді аяғына дейін көргеніңіз үшін сізге алғысым шексіз. Лайк бас, комментарий қалдыр, подписывайся. Келесі кездескенше. Рахмет достар.